Қазір чылмыққа жіп орайтын боламыз. Ол үшін мен не істеймін? Инеден жіпті шығарып тастаймын. Және мұнда еш қайтадан сабақтап отпас үшін жоғары жақтан кесе саламын. Енді шпуляға ораймын. 2-3 рет жіпті. Және мұнда қойып, бір қолмен тартып отырып орай саламын былай. Негізінен мұнда тартып қойып, былай айналдырып орасаңыздар да болады. Мынау арқылы. Негізі өзі осылай оралады. Ол маған уақыт алады, каждый раз өткізіп отқанға. Ал мынау екінші жіп арнайы соған. Егерде көп зат бірдей тігетін болсаңыздар, мұнда екінші жіпті қойып, осы жерге дайындап қойсаңыздар, сонда төгуге сіздерге оңай болады. Ал мен ондай көп зат емес, тек қана жеке заказдар тігіп жатқандықтан, сол себепті тек қана бір-ақ жіпті пайдаланамын. Ол кезде мен осылай тігемін. Міне, көрдіңіздер ма, жіп толған кезде петля өзі лақтырып жібереді. Ол мұнда жіп толды деген сөз. Міне. Енді астына саламыз. Астына салған кезде қараңыздар, бағыт бойынша саламыз. Жіп қалай қарай айналады, міне, көрдіңіздер ғой, былай қарай. Керісінше айналдырып салсаңыздар, онда машинкада дұрыс тікпейді. Жіп шайнайды астында. Ілгегінен іліп, барлық чылмықтар бірдей, сағат тілмен айналып тұр. Осылай астына саламыз. Мұнда ашып, міне жіпті қазір түйнектей салам былай. Және мұнаның барлығын сабақтап өтпей тасқа салам. Артық жіпті кесіп. Тек астыңғы иненің жолдарын ғана істеймін. Көрдіңіздер ме? Сабақталу осылай өте оңай. Мұнда кәдімгі машинадағыдай лапка астында емес, міне мұнда астында жанында. Аяқтың көмегімен былай көтереміз. Сол кезде мұнда лапка көтеріледі. Уақыт эконом ол да бір жағынан. Ал енді тігіс тігейік. Тігісінің түрлерін көрсетемін. Қазір қараңыздар, 5-те түр. Міне тігісін қараңыздар, 5-тегі. Бұл постельный тігістерде тігуге болады. Және мен негізінен матаны жинайтын кезде осы машинкамен тігіп пайдаланамын. Жинау өте оңай әрі тез болады былайынан. Екінші, бұл машинада негізінен барлық тігістерге қоя беруге болады. Мен үнемі тек қана 3-ке қойып отырып тігемін. 3 өте әдемі тігеді, қазір сіздерге көрсем тігіп. Міне қараңыздар, мынау 5, мынау 3. 3-ші номерлі тігіс. Өте бір тегіс, 2 матаны қосып тіккенде арасы ашылып кетпейді және. Астыңғы жағында қараңыздар. Кез келген неге сыртына тігіс түсірген кезде де осы 3-пен тігсеңіздер, тігістеріңіз әдемі болып көрінеді. Сәндік тігіске де осы 3-ші номерлі тігісті пайдаланамын. Тағы да бұл машинаның артықшылығы скоростында. Ол скоросты мұнда азайтуға болады. Төмен қойып, мұнда жай тігеді сол кезде. Максимально мынау скорость. Ал енді плюс қосамыз. Мен көбіне 10-мен, 12-мен тігем. Әртүрлі егерімін кете береді максимально. Бірақ ол кезде звук қосылады. Барынша қатты тіккен сайын машинада звук қосылады. Барынша жай тіккен сайын звук азаяды. Және тағы бір артықшылығы, басқа машиналар секілді үнемі дыбысы шығып,
астында мотор айналып тұрмайды, кәдімгі үй жағдайында пайдаланатын машинаға ұқсайды. Сол жағымен де ерекшеленеді, дыбысы қатты емес. Негізінен бұл машиналарды сол скоростына бола пайдаланады тігін барысында. Ал мынау алға артқа жіберіп отыратын лапкасы. Міне негізінен осы машина туралы барлық мәлімет осындай, сіздерге пайдалы болады деген сенімдемін. Сау болыңыздар.